Birinchi jannatning biletini sotib oldi. Allohu akbar. Bor o'rnini bir turib qo'sh. Mashallah, mana birinchi jannatning biletini sotib oldi egasiz. Айтып жатады ғой, мына не шықса да шырайлы Шымкенттен шығады деп. Берекет алыңдар шымкентскийлер. Қатырасыңдар, бірақ әңгімені бар ғой. Ғалымжан, сен олардың діндардардың ортасына кіріп алып, сен асаба болып кеттің ба деймін, сенің басыңды айналдырып алған ғой. Сорлы басыңа не күн туып жүр сен. Ақмақсың ба, не істеп жатсыңдар? Блин, әңгіме жоқ саған бар ғой. Ғалеке, бір билет бар ма? Біздерге де бір билет алып қойсай. 500 мың болса болады ғой, 500 мыңдарға, я? Жаннат пенен дозақтың екеуінің ортасында шекараға апарып салса болды. Жетеді сол да. Кейін ау. Сендерді бар ғой, қамшымен жіберіп тұр. Сабау керек болып тұр ғой. Сендер деген білімді адам емессіңдер ма, я? Адам қалыпты неге жынды қуатсыңдар? Адам халық деген неге жынды болып жатыр ма сендерге ербелейді? Жаннатқа деген қандай ақша пайдаланады? Оны Алла тағала шешеді ғой. Сендер қуасыңдар ма, не істеп жатсыңдар? Адам өлгеннен кейін 4 күннен кейін дозаққа да үйренеді дейді ғой. Алла тағала өзі жаратушы ем, өзі шешеді оны. Жұмаққа жібере ма, жаннатқа, дозаққа жібере ма, өзі шешеді ғой. Сендердің істеп жатқан далбаса оттап жатсыңдар сендер бар ғой. Айтқаным айтқан, сендер бар ғой, қуып жатсыңдар, действительно. Сендер арабтар бизнеске айналдырып жіберген ғой осы ұғымды. Сендер соны қолдап жатсыңдар ғой бар. Оқымағандарыңа барасыңдар сендер. Сендерде білім жоқ, білім болатын болса ондай таратпайсыңдар сендер. Ғалымжан, сен бар ғой, Шымкентте ұстап алса бар ғой, қазақтың жігіттері айрат бар ғой, бірақ осы істеп жатқан тіршілігің үшін жауап бересің әлі сендер. Сен халықты деген, сен алаяқсың жүрген. Айтқаным айтқан, сен алаяқсың, действительно бар ғой. Күнін көре алмайсың ба не? Тачкайда да базарға шығып. Тачка итер, арба итер. Ақша таппай жатсаң, тойға шақырмай жатырмай или? Бастарың істемей ма, қандай позорный бірдеңені істейтіндер бар ғой. Алқалы жұртым, ардақтыларым, қалайсыздар? Мал жандарыңыз аман ба? Жан-жақтарыңыз тегіс пе? Өткен жол айтып едім, уақыт көрсетеді, әлі талайды деп. Жаңа 1 миллион мен 50 миллионның арасында жұмақ сатып алғандарды көріп, түсінбей қалып жатырсыздар ма? Әлі болады, талай қызықтың бәрі әлі алда. Бұрын айтушы едік қой, Алла білет деп. Алла білмейді екен. Уақыт өзі көрсетеді екен. Бетперден шешіп, ауызға келгені бөсіп, жүретін адамдарды уақыт өзі көрсетеді екен. Әлі де талай қызыққа куә боламыз. Ол анық. Кішкене шыдайық, күтейік әлі талай масқаралар болады. Жұмақ сатқан кезде ана дүниеге де ипі тіркеді ме екен? Қалай екен жалпы? Енді сатқан билетін жұмақтың аузындағы періштерге қалай көрсетеді енді? Періштелер аяқта қайдан біледі оны? Мынау жұмақтың билеті деп. Айтыңыздаршы. Айтады ғой, ана дүниеге ештеңе алып кетпейсің. Тек қана не дейді? 2 метр ақматамен кетесің дейді. Дұрыс па? Жұмақтың билетін қалай көрсетеді сонда ояққа барып? Осы сұрақ. Кім көрсетеді осы жұмақтың билетін ояққа барып? Қараңғы көрдің ішінде қалай оқиды билет кім алған? Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ойланып жүрек. Ойланып білейік. Әркімнің жаңағы сатқанына, саудагер екеніне. Жалпы өмірдің өзі театр деп айтты ма? Сол сияқты мына өмірде әр адам саудагер. Не саудаласа да. Соны біліп жүріңіздер.
сол саудагердің кейбір саудагерлерге алданып қалмаңыздар, ойланыңыздар. Аман жүріңіздер, аман болыңыздар. Қалқым, қалдарыңыз қалай? Күлкілі ма, мен күлейін десем бар ғой, енді күлкілі жағдай, енді естімеген елде көп дейді. Жұмақ сатады екен ғой, жұмақ. Құдай сақтасын, естімеген елде көп, есек мінген сартта көп деп. Құдай сақтасын. Мен естіп таң қалдым ғой, жұмақ сатады. Алдындағы елді бүтін әлемге масқара болып жатқанымыз азда, енді мынау сұмдық қой, патолог деуші ме еді, патолог. Ей, жұмақтың кілтін алу үшін бүтін халқыңа жинаған тергенің халқыңа берсең, сол жұмақтың кілті деген сол. Ей Алла, айтсам артық айтып қоямын. Сен жүрсің жұмақ көруге, енді мынау ұят нәрсе ғой, мынау айтуға естіген ел құлаққа да ұят. Енді үй жоқ, халқың жүр, сен жүрсің бостан босқа ақшаға шалап, ақшаны шашып далаға. Жұмақтың кілті деген бар ғой, халқыңа көмектес, көршіңе көмектес, одан әке-шешеңе көмектесесің, әке-шешеңді дегенің арқалап жүрсең де артықтық етпейді, жалпы. Енді мынау енді жұмақтың кілтін алу деген ұят нәрсе. Ойбай, бізде өзіне өкімет бар ма? Жоқ па құдай. Басқарма біздің қазақтар бар ғой, біздің мына Қазақстанның халқы бар ғой, тидақсыз кетіп бара жатыр. Ойбай, ұят-ай, енді патолог болды ғой, патолог. Ұят-ай, мен ұялып кеттім, қай бетімді шымши, мына бетімді шымшитін білмеймін. Ұялып тұрмышым, мен мына шаштерімнің жер түсіп қалған ғой негізінде. Содан мынаны шашым шықты. Біз деген андаймыз ғой, ойбай, сразу эффектісі көріну керек деп. Ондай емес, шығып отыр шашым, Аллаға шүкір. Сол, мынау күлкіден өлдім. Ойбай, ұят-ай. Ай, Алла. Енді іштен айта алмай қалдым, ұялғанда енді. Ай, мынау дінді бар ғой, масқара қып болды, масқара қып. Ұят жалпы.